күн аса құрметті Ғазиза Ғабдуллақызы. Менің аты жөнім Алдан Нижу Асламқызы болады. Мен Мәди Бәпиұлының Алаш идеясын қолдау атты ғылыми жобамен айналысып жүр едім. Сізге Мәди атам жырлаған үш қарадай үш сұрағым бар еді. Рұқсат болса. Жақсы, Анжу. Рахмет. Зерттеп жүрген жұмысың өте ауқымды екен. Сәттілік болсын. Рахмет көп. Менің бірінші сұрағым, сіз үшін Мәди Бәпиұлы қандай тұлға? Енді Мәди Бәпиұлы десе, тек қана арқаға танымал күрескер, азаттықты аңсаған, өзі де өжет, бөлтірік мінезді Мәди Бәпиұлы көз алдыма елестейді. Мәди Бәпиұлы жаңа азаттықты аңсаған деді. Мәди Бәпиұлының барлық өмір шығармашылығы, оны қазақтың азаттық үшін күрескен, қазақтың еркіндігі үшін күрескен, өршіл рухты әрі ақын, әрі сазгер, әрі күрескер үлкен тұлға ретінде білеміз. Мен ғана емес, алаш азаматтардың бірі Мәди Бәпиұлын осылай ардақтайды, біледі, таниды. Керемет. Екінші сұрағым. Ел арасында өр Мәди Батыр ауыл балаларына арнап мектеп ашқан Мұстақым досына әртүрлі қолдаулар жасады деген пікірлер қаншалықты рас? Мұстақым Малдыбаев бұл енді тәуелсіздік кезінде ғана есім аталып кезінде отарлық жүйенің, зұлмат жүйенің құрбаны болған, өзіндік бағасын ала алмай келе жатқан әлі ағартушы, әлі ғарым, әрі мемлекетшіл тұлға. Осы Мұстақым Малдыбаевтың алғашқы Уфаға барар сапарында Мәди Бәпиұлы қаражат жағынан қолдау жасаған екен. Әрі сол елдің үлкен тұлғалы азаматы ретінде, әрі рулас туыс ретінде ғана емес, ол Мұстақым Малдыбаевтың қазақ үшін болашағының, қазақтың болашағына үлкен үлес қосатын, сондай бір ерекше бір қасиеті бар екендігін, мемлекетші тұлға болатындығын сол кезден тани білген көреген Мәди сол Ғалия медресесіне барар жолда, Уфаға барар сапарында Мұстақым Малдыбаевқа ақшалай жәрдем көрсеткен. Кейіннен тіпті Мәдидің мынау Қарқаралы түрмесіне атылуына осы Мұстақым Малдыбаев есімімен де байланысты. Мұстақым Малдыбаевты жаңа біз айттық, отарлық жүйесі, патшаның отарлық жүйесі халық үшін, азаттық үшін алаштың ұлы тұлғаларымен бірге күрескерлік қабілеті бар Мұстақым Малдыбаевты түрмеге жаққан уақытта Мұстақым Малдыбаевты құтқарам деп барған Мәди өзінде зерттеу жұмысында байқаған жасын оққа ұшады. Осы бір ғана осы әрекеті ғана емес, жалпы Мәди халық арасында мынау өзінің ел үшін туған азаматтарды, тұлғаларды, алаш тұлғаларына үнемі қолдау жасап отырған, тіпті түрмеде Ахмет Байтұрсыновпен бірге отырған деген ол жай ғана сөз емес. Үлкен зерттеуші ғалым Зарқын Тайшыбайдың да зерттеулерінде осы Мұстақым Малдыбаевтың алаштың ұлы тұлғаларымен байланысты болғандығы туралы сөз етіледі. Керемет. Үшінші сұрағым. Өзінің төрт әнімен алаштың жүрегінде қалған Мәди Бәпиұлы алаштықтарға неге ел болды деп ойлайсыз? Алаштықтардың басты мақсаты, басты ұраны, негізгі ұстанымы қазақ елінің бостандығы, тәуелсіздігі, оның қуатты бай мемлекет болуына армандаған, соны аңсаған осы Мәди Бәпиұлының негізгі арманы да алаштықтардың идеясымен тұтас, үндес, рухтас. Ендеше Мәди Бәпиұлының жаңа біз айттық, бұл Ахмет Байтұрсыновпен бірге түрмеде отырған деп айттық қой. Кездейсоқ емес шығар ол да. Мәди Бәпиұлының мынау жаңағы өзінің ұшқарасын алып қарасақ та, Қарқаралыны алып қарасақ та, Қаракесекті алып қарасақ та, сенен бұлт, менен қайғы тарқамады дегенде қара басының қайғысын айтқан жоқ. Халықтың басына түскен нәубетті, халықтың басындағы бір ерекше бір жаңағы азаттықты аңсаған рухын айтты. Өзінің басындағы, қара басындағы қайғы қасиетті жырлаған жоқ Мәди. Ол елдің мүддесін, халықтың мүддесін, қазақтың мүддесін көтерді. Қай шығармасына болсын Мәдидің жаңағы төрт өлеңі дедік қой. Сол төрт өлеңінде ол 400 жылға жететін қазақтың мәселесін көтеріп кеткен, қазақтың рухын көтеріп кеткен, қазақтың азаттықтан аңсаған қазақты жырлап кеткен. Сол Мәдидің рухты үні бүгінгі 21 ғасырда да бізге рух береді. Елдіктің ұранын бізге жол сілтеп, елдіктің ұранымен жол көрсетіп тұратын асқақ рухты Мәдидің есімі мәңгі ұлықтала бермек.
Сұрақтарымызға сүбелі жауап қайтарғаныңыз үшін сізге көп рахмет айтамын. Рахмет, сізге сәттілік болсын. Әлі де талай мәдениеттанушылар шығады. Мәдениеттің шығармашылығын, мәдениеттің өмірін, қайраткерлік тұлғасын, өмірлік болмысын зерттейтін сендер сияқты жастардың еншісінде деп ойлаймыз біз. Сізге сәттілік болсын.